Тағы бір атақлы уақыт өлшеу құралы бұл құм сааты. Оның пайда болуы негізінен су сааты, анықтағы клепсидрадан келіп шыққан. Яғни бұнда су орнына құм қолданылады. Оның анық ойлап табушысы белгісіз, бірақ 14-ші ғасырда европалылар оны кең түрде қолданыла бастаған. Бұл саатларды уақытында теңізшілер көп қолданған. Себебі теңізде анық уақытты білу бұл жөнеліс бағытын анық білу, анықтағы өмір һәм өлім мәселесі есептелінген. Майя һәм инка цивилизациялары болса уақытқа бүткілдей басқаша қараған. Олар жыл маусымлерін, ай һәм жұлдыздардың әрекетін күзетіп, астрономиялық календарлар дүзген. Олардың календарлары тек қана жыл күнлерін, бәлкі діни дәстүрлер һәм ұру зүрәтлілігін анықлауда қолданылған. Хәтте бүгінгі күнге шейін айрым астрономлар майя календары анықлығынан хайран қалады. Ал хиндлер үшін болса, бұл тамамланбас, тұрақлы, тәкрарланушы процесс еді. Туылу, жасау, өлім һәм тағы туылу. Бұл қараслар хиндуизм һәм буддизмда терең сәулеленген.